Бисмиллах деп бүгін сіздермен осындай әп-әдемі самсаның рецептісімен бөліспекшімін қыздар. Бұл самсаны жемеген адам точно арманда. Самсаларыңыз осындай қытырлақ әрі жұмсақ болып шығады. Егер үйлеріңізде үлкен кісілер болса, сіздерге рахметін айта отырып жеп алады. Қамырлары осындай қатпар болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Ол үшін алдымен ыдысымызға жылы сүтті, артынан жылы суды құямыз. Міндетті түрде жылы болсын, қыздар, қатты ыстық болуға болмайды. Одан соң тұзды саламыз. Тұздан кейін ашытқымызды, яғни дрожжи саламыз. Ұнымызды салып қамыр илейміз. Мен рецептісін описаниеге жазып қалдырамын, қыздар. Дәл сол рецептпен жасасаңыздар, осындай кереметтей қамыр болады. Бетін жауып көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Көтерілгеннен соң қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Таразымен өлшеп бөлсеңіздер де болады. Мен осындай екі бөлікке бөліп алдым. Еттің қамыры сияқты жайылмайды, қыздар, бірақ ұн сеуіп әдемілеп жұқалап жайып алуларыңызға болады. Ашымаған қамырды осы уақытқа дейін жайып көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде дәл осы рецептпен жайып самса қаттама жасап көріңіздер, күшті болып шығады. Осылай жайып болғаннан соң арасына сармайды ертіп жақсаңыздар болады, қыздар. Мен сармайдың орнына тоңмай мен ағмайды 50-50 етіп араластырып осылай жағып шықтым. Қатты жұқалап емес майды, қатты көп емес, шылқытып емес, орташалау етіп жайыңыздар. Ал маргарин немесе сармай қолдансаңыздар, 300 грамм сармайды теңдей екі бөлікке бөліп алыңыздар. Майын толық жағып болғаннан соң екінші зола жайған қамырымызды осылай үстіне қойып шығамыз. Оның да арасына осылай майын жақсылап жағамыз, сеуіп. Орташа етіп, қатты шылқытпай майды жағып шығыңыздар. Сонымен осылай қысып рулет етіп орап шығамыз. Қатты қыспаймыз, міне осылай ғана орап барлығын реттеп аламыз. Міне осылай орап болғаннан соң дөңгелектеп пакетке салып, бір жарты сағатқа морозильникке салып алсаңыздар болады, немесе 1 сағатқа холодильникке қойыңыздар. Міне біздің қамырымыздың майлары сіңіп, уже дайын. Одан соң өзімізге керек бөліктерге бөліп аламыз. Менде бір 25-20 граммнан бөліп шықтым. Қатпарлар осындай күшті болып шығады. Қалай кессеңіздер, дәл солай тұрсын, қыздар. Міне, менде кесілген қалпында тұр. Ұнға бір малып алып жаямыз. Жайған кезде де, қыздар, мән беріңіздер, ортасынан шетіне қарай тартап отырып жаямыз. Сол кезде сіздердің самсаларыңыздың қатпарлары өте әдемі болып көрінетін болады. Міне осылай жайып аламыз, ортадан шетке қарай тартамыз. Жаюға міндетті түрде қатты мән беріңіздер. Түйген кезде де егер осындай бокалға қойып түйсеңіздер, самсаларыңыз томпақ әрі әдемі көрінетін болады. Осылай салмасын саламыз. 3 бұрышты етіп түйіп аламыз. Міне осылай. Міне осындай топ-томпақ әп-әдемі самса болады. Тағы да бір рет жайылуын көрсетейін, қыздар, сіздерге. Дәл қалай кессем, солай ұнға бір малып алып, ортасынан шетіне қарай тарта отырып, осылай жайып аламыз. Сол кезде қатпарлары анық әрі әдемі көрінетін болады. Қыздар, егер видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осылай әдемі етіп қысып түйеміз, ашылып кетпеу үшін. Міне осылай. Міне осындай топ-томпақ әп-әдемі самса болады. Смазка үшін, қыздар, мен тек жұмыртқаны қолдандым. Сүт ештеңе араластырмадым. Бір жұмыртқаны ғана осылай араластырып, бетіне жағып шықсаңыздар болады. Бәріне жағып болғаннан соң қара күнжіт пен ақ күнжітті араластырып осылай сеуіп шықтым.
бұл маңызды емес, міндетті емес. Қалауларыңызға қарай сепсеңіздер де сеппесеңіздер де болады. Алдын ала қыздырылған пеште осылай қызартып әдемілеп пісіріп аламыз. Міне достар, самсалар дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанар. Ас болсын.